Сәлеметсіздер ме? Қазіргі таңда пиза тапсырмаларын оқушыларға тиімді жолдармен меңгерту өзекті мәселелердің бірі. Осы орайда бүгінгі біздің өткізетін сабағымыздың тақырыбы қазақ тілі сабағында оқу сауаттылығын ұлттық құндылықтар арқылы цифрлық ортада дамыту. Бұл сабақта біз Макондо тақырыбындағы мәтінмен жұмыс жүргіземіз. Ол үшін оқушыларға мәтін таратылып беріледі. Оқушылар бір шолу жасап, мұқият түсіне оқып шығады. Мәтінді оқып болғаннан кейін тоғызқұмалақ әдісі бойынша жауап жазады. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық ойыны. Бұл ойын терең ойлауды талап ететін ойын. Осы әдіс арқылы оқушыларды тереңнен ойланып, ұтымды шешім шығаруға үйретеміз. Оқушылар осы мәтіннің Макондо тұрғындарының ызасын тудырған фильмдердің ерекшелігі қандай деген сұраққа жауап беріп, 9 ерекшелікті табады. Келесі екінші қадам көршімен сырлас әдісі. Халқымыздың ұлттық психологиясында көршімен тату тұру қашанда күн тәртібінен түспеген. Сол қасиетті ұрпақ бойына сіңіру мақсатында көршімен сырлас әдісін пайдаланып отырмыз. Бұл әдіс бойынша оқушылар 9 ерекшелікті өзара жұпта талқылай бастайды. Келесі ұяшықтағы 9 жауапты тоғызқұмалақтың 9 ұяшығына орналастырады. Келесі төртінші қадамымыз графикалық организация. Оқушылар тапқан 9 ерекшелікті жұпта талқылап болғаннан кейін графикалық организерге орналастыра бастайды. Бұл графикалық организер арқылы біз оқушылардың білімін пысықтаймыз және дискретті мәтінді құрастыруға бағыттаймыз. Келесі екінші тапсырма бойынша мәтіннен түйінді ақпаратты табу. Оқушылар мәтіннен түйінді ақпаратты табады. Сонымен қатар түйінді ақпаратпен бірге тірек сөздерге де мән береді. Дәлелді жауап пирамидасы әдісі. Бұл әдіс бойынша мәтінде кездесетін бірнеше жауаптар жазылады. Осы жауаптың ішінен оқушы түйінді ақпаратқа сәйкесін тауып, сұрақ қояды. Үшінші қадамымыз із кесу әдісі. Этнопедагогикамызда баланы жасынан қырағы, аңғарымпаз болуға тәрбиелеген. Мәселен, жоғалған малдың ізінен қай өрісте жүргенін таба білген. Осы мақсатта оқушылар неліктен Макондо халқы енді кинотеатрға бармаймыз деп шешті деген сұраққа жауап іздей бастайды. Із кесу бойынша олар өз эмоцияларын шынайы жағдайлар үшін сақтағысы келді деген жауап шығады. Назарларыңызға рахмет.